Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Нурикс. Бүгін бізде Ацеф фильмі. 2039 жыл. Жер планетасында халық саны шамадан тыс көп. Жаһандық жылулықтың кесірінен тіршілік етуге болатын құрлықтардың бетін су басып жатыр. Барлық мемлекеттердің билігі адам санын азайту үшін ортақ келісімге келді. Туылуды азайту немесе елге түк пайдасы жоқ адамдарды жою. ақш екінші нұсқаны таңдады. Олар адам санын азайту үшін жыл сайын студенттерден экзамен алады. Экзаменнен өтпегендерді өлім жазасына кеседі. Лайна Майклс Саймон есімді жоғары сынып оқушысын оқытады. Бала есеп шығара алмады. Сол кезде Лайна линза бар қорапты шығарып балаға береді. Саймон линзаны көзіне тақты. Енді ол кез келген математикалық есепті шығара алады. Келесі сценада біз Эдвард Блейкпен танысамыз. Ол Техас штатының губернаторы Дин Рейдингтің ұлы. Түнде Эдвард үйден қашып шығып, қызы Эллимен кездеседі. Жігіт келесі күні болатын тест туралы айта бастады. Элли бұл туралы қатты алаңдайды. Эдвард оның өтетініне сенеді. Бір кезде әкесінің күзетшісі Блейкті ұстап алып, Диннің офисіне қайта келді. Әкесі ұлының сондай маңызды күнде тестке дайындалудың орнына үйден қашып кеткеніне ренжулі. Диннің ойынша Элли Эдвардтың ойын бөліп жүр. Келесі күн бұл экзамен болатын күн. Көптеген оқушылар мектептің алдына кезекке тұрды. Кірмес бұрын барлығын тексереді. Блейк фильмнің басындағы Лайнаны кездестіріп линза сұрайды. Лайна шпаргалканың жоқтығын жеткізді. Лайна мен оның досы Кел ішке кіру үшін кезекке тұрды. Оқушылардың бірінің қолынан тест жауаптары табылды. Ол қашпақ болды. Алайда күзетшілер оп-оңай ұстап алады. Ешкім ешқашан сынақтан қашпаған және қаша алмайды. Мектепте Эдвард пен Элли экзаменге кірмес бұрын соңғы рет құшақтасты. Экзамен басталды. Оқушыларға 2 сағат уақыт берілді. Әрқайсысы планшеттермен жауап бере бастады. Лайна сұрақтарға оп-оңай жауап беріп, ең бірінші боп өтеді, ал оның досы Кел қинала бастады. Экзамен уақыт аяқталған соң бірден нәтижелер шықты. Класс мұғалімі сынақтан өтпегендерді атай бастады. Оқушылар менің есімім шықпаса екен деп дірілдеп отыр. Экзаменнен өтпегендерді күзетшілер алып кетіп жатыр. Олар жылап қарсыласып көрді. Кейбіреуі қашуға бел буды. Күзет қарсыласқандарға күш көрсетеді. Қуанышқа орай Лайна, Кел және Блейк тесттен өтті. Бірақ Блейктің қызы Элли өтпей қалады. Күзетшілер оны алып кетті. Эдвард бірден әкесіне соғып, Эллиді құтқаруын сұрайды. Дин заң бәріне ортақ деп көмектесуден бас тартты. Ашуланған жігіт қызды өз бетінше құтқаруды шешті. Ол күзетшілерге шабуылдап, Эллиге қашуын бұйырады. Эдвардтың бұл идеясы сәтсіз аяқталды. Жаңа айтқандай, қарсыласудың пайдасы жоқ. Блейк соңына дейін күресті, алайда күзетшілер екі ғашықты мәңгіге ажыратады. Арада 1 жыл өтті. 24 сағаттан соң жыл сайын өтетін кезекті экзамен басталмақ. Лайнаның сіңілісі Кариннің ең алғашқы сынағы болмақ. Лайнаға мұғалімі мисс Берч келді. Мисс Берч Лайнаға да Каринге де аналар қайтқаннан бері қамқорлық көрсетіп жүр. Әйел қызды жұбатады. Себебі Лайна сіңілісі үшін қатты алаңдаулы. Мұғалім бәрі жақсы болатынына сендірді. Бұл уақытта Блейк өз бөлмесінде видео түсіруде. Ол әкесінен өш алу мақсатында тесттегі барлық сұрақтарға дұрыс емес жауап бермек. Сынақ болатын күні Лайна Каринді балабақшаға әкелді. Балабақшада балаларға жер планетасының қазіргі жағдайы туралы мультик көрсетеді. Оларға мемлекеттің не себептен адам санын азайтып жатқанын түсіндіруде. Кейбір елдерде жұптарға тек бір бала өсіруге рұқсат берілген. Кейбір елдерде үлкендерді өлім жазасына кеседі. Ал Америкада тек ақылды адамдарды қалдырғысы келеді. Экзамен басталды. Балалардың мұғалімі мұңайып сыртқа шығып кетті. Өйткені қазір кейбір балаларды жазалайды. Қуанышқа орай Карин сынақтан өтті. Бұл уақытта Лайна мен Кел өздерінің тесттеріне келді. Жауап белгілеуге берілген уақыт әп-сәтте өте шықты. Губернатор Дин ұлының видеосын тауып алып қатты ашуланды. Ол тест алу орталығының менеджері Мейсон Кингке хабарласып, Блейкті ештеңеге қарамастан өткізіп жіберуін бұйырады. Мейсон Эдвард пен Лайнаның жауаптарын орнымен ауыстырып жіберді. Тест аяқталды. Өтпегендер арасында Лайнаның есімі аталады. Ол сынақтан құлады. Мисс Берч күзетке келіп, бұл жерде қателік орын алды. Ол менің ең үздік оқушым деп тоқтатпақ болады. Алайда нәтиже шығып қойды, және ол өзгертілмейді. Мисс Берч қызға қашуға көмектесетін кілт берді. Блейк болса тесттен өтіп кеткеніне таң қалып отыр. Сынақтан аман-есен өткен оқушылар мектеп ұйымдастырған вечеринкада тойлап жатыр. Губернатор Дин ақш президенті болуға өз кандидатурасын ұсынып жатқанын жеткізді. Ол мемлекеттегі білім системасына өте риза. Осындай қатаң сынақтың арқасында Америка білім жағынан 196 елдің арасында көш бастап тұр. Ал елдегі қылмыс 26%-ға төмендеді. Вечеринкада жүрген Эдвард эфирдегі әкесін көрді. Сосын дәлізге шығып, күзетшінің біріне шабуылдайды. Күзетшіні ұйықтатып, жасырын түрде диспетчерлік бөлмеге кіреді. Бұл уақытта Лайна мен басқа да өтпей қалған оқушыларды бөлмеге кіргізіп жарға тізеді. Сосын дезинфекция үшін киімдерін шешкізеді. Кейін Лайна және басқалары өлім инъекциясын егетін бөлмеге кіреді. Блейк мектеп жарығын өшіріп бастады. Мектепті қара түнек басады.
Бұл мүмкіндікті пайдаланып, өлім жазасына кесілгелі жатқан оқушылар қашуды шешті. Алайда Лайнадан басқа ешкім қаша алмады. Қыз мұғалім берген кілтті пайдаланды. Көп ұзамай бөлмеге Мейсон кіріп, оқушыларды санайды. Лайнаның жоқтығын білген ол іздеу салды. Күтпеген жерден Блейк пен Лайна кездесіп қалды. Әңгіме барысында екеуі де экзамен нәтижесінде қателік болғанын жеткізеді. Екеуі вентиляция құбырына шығып тығыла тұруды шешті. Сосын кабельді жағалап, серверлік бөлмеге кірмек. Серверлік бөлмеде олар компьютер арқылы тест нәтижесін өз көздерімен көре алады. Бұл уақытта жарық өшіп қалғандықтан мектеп уақытша жабылды. Оқушылар мектеп ішінде, ал ата-аналар оларды сыртта уайымдап отыр. Бұл туралы хабар бірден тарап губернаторға жетеді. Ол Мейсонға соғып, не болып жатқанын түсінбек болды. Эдвардтың астындағы құбыр сынып, бассейнге құлады. Оның артынан Лайна секіреді. Қыз оны бассейннен алып шықты. Сосын жедел жәрдем көрсетеді. Кішкенеден соң Эдвард есін жияды. Блейк шкафтан киім алып, құбырдағы жолын ары қарай жалғастырды. Екеуі серверлі бөлмеге жетті. Есік алдында күзетші бар екен. Лайнаның кілті байқаусызда төменге түсіп кетеді. Енді оған кілтті қайтару үшін бірдеңе ойлап табу керек. Ойлана келе екеуі ғылыми лабораторияға келіп, жіппен магнит ұрлайды. Олар байқаусызда дыбыс шығарып қойды. Күзетші не болып жатқанын көруге келді. Лайна құбырға өрмелеп үлгерді. Блейк болса үлгере алмай лабораторияға тығылады. Лайна кілтті магнитіне жабыстырды. Жіпті тартып жатқанда кілтті күзетші ұстап қалады. Сөйтсе бұл Блейк екен. Ол күзетшіні ұрып, формасын киіп алған. Кішкенеден соң Эдвард тұрған күзетші есін жинап, екеуі туралы Мейсонға айтып береді. Және Лайнада кілт болғанында. Мейсон мұғалімдердің барлығын жинап, кілтті кім берді деп сұрайды. Мисс Берч мұғалімдердің біріне қырыңдап, білдіртпей кілтін ұрлап алды. Мейсон барлығының кілттері мен жеке куәлігін тексере бастады. Мисс Берч ұрлаған кілтті көрсетіп, аман қалды. Әлгі аңқау мұғалім кілтін таба алмады. Сол кезде Мейсон оған күш көрсетіп, Лайнаның қайда екенін сұрайды. Ешкімге кілт бермегенін айтып ақталса да, бұл көмектеспеді. Лайна серверлі бөлмеге кірді. Ол кілт арқылы компьютерді ашты. Тек Мейсон пароль қойып тастаған. Ол досы Келға шығып, доступ тауып беруін өтінді. Кел хакер болғандықтан системаға кіруге көмектесті. Лайна экзамен нәтижесін тауып 98% жинағанын көреді. Алайда неге екені белгісіз, сынақтан өтпеді. Ал небәрі 15% жинаған Блейк өтіп кеткен. Ол компьютерді қазып, өткен жылдағы тесттің нәтижесін табады. Сосын Эдвардтың қызы Эллидің 88% жинағанын байқайды. Басқалары одан аз жинаса да өтіп кетіпті. Лайна нәтижелердің жалған екеніне көз жеткізді. Ол жасанды баға туралы файлды Келге жібереді. Осы кезде мектепте жарық жанды. Мейсон камера арқылы қызды байқап қояды. Қыз бұны біліп қашады. Алайда Мейсон бірден ұстап алады. Блейк әлі форманың артында тығылып жүр. Ол сынақтан өтпеген оқушыларға келеді. Эдвард оқушыларды босатуды бұйырды. Күзетші бас тартты. Осы кезде екеуі төбелеседі. Күзетшілер жігітті тоқтатып маскасын шешті. Кел Лайна жіберген файлды ашып, жасанды бағаларды көріп таңғалды. Кел жаңалықтар жүргізушісімен дос екен. Сондықтан файлды бірден каналға аттандырады. Бұл туралы жаңалық әп-сәтте тарап, барлық жерлерден көрсетіле бастады. Губернаторға партия басшысы соғып, әлгі тест туралы өсек шын болса, президенттік сайлаудағы кандидатурасына алып тастаймын деп қорқытады. Дин Рейдинг жауапкершіліктен қашу үшін бәрін Мейсонға жаба бастады. Ол өзін ақтау мақсатында тесттен өтпегендердің тиісті жазаларын алуын бұйырады. Осы жолы ұлын құтқармайды. Күзетшілер Лайна мен тесттен өткен басқа да оқушыларды босатты. Лайна Эдвардпен қоштасты. Сосын күзетшілер тесттен құлағандарды алып кетеді. Оларға өлімге әкелетін инъекция екті. Босандыққа шыққан Лайна жақындарымен кездесті. Келесі сценада біз ес-түссіз жатқан оқушылардың лифтпен төменге түсіп келе жатқанын көреміз. Оқушылар қозғала бастағанда біз оларға салған препараттың ұйықтататын екенін білеміз. Фабрика секілді жерге келгенде лифт тоқтайды. Бұл жер Azure Global аталатын компанияның тауарларына толып тұр. Зауытта көптеген адамдар жұмыс істейді. Кішкенеден соң Блейд жұмысшылардың арасынан ғашығы Эллиді танып қалады. Сөйтсе өлуі керек болған оқушыларды осы жерге қамап, мәжбүрлі түрде жұмыс жасатады екен. Құлдық десе де болады. Бұның барлығын мемлекет тегін жұмыс күшін алу үшін арнайы ұйымдастырған болып шықты. Достар, осымен фильм аяқталды. Егер де ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Нурикс. Келесі кездескенше.